Қалайсыңдар кереметтер? Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге, егерде сіз телефон сатып алайын деп жүрген болсаңыз, сол телефонды қалай таңдау керек? Рекламаға, маркетингқа қалай алданып қалмай, ақшаңызды шын мәнісінде қалай үнемдеуге болатынын сіздерге қарапайым түрде түсіндіретін боламын. Қандай телефонды алған жөн, қандай телефонды алмаған жөн? Не үшін, неге, қалай? Толығырақ осы видеода көрсетеміз. Сондықтан видеоны аяғына шейін көр. Аяғына шейін көрген соң сен өзіңе керек, қажет деген телефонды таңдай алатын боласың. Өкінбейтін телефон алуға дайындал. Видеоға лайк басып, комментария қалдырып, подписка жасасаң, бастайық. Қазір біз сіздермен бірге 10 білу керек нәрсені айтатын боламыз. Бірінші, бұл жерде корпусы. Телефонды алған бетте бізге ең бірінші көрінетін зат ол сыртқы келбеті. Сыртқы келбетін қалай таңдаймыз? Телефондар қандай болып бөлінеді? Бұл жерде корпустары пластик, темір, шыны болып келеді. Қайсысын таңдаған жөн дейсіздер? Пластикке үңілетін болсақ, пластик тез сызылады. Біріншіден оның минусы, бірақ плюсы пластик кішкене болсын арзанырақ тұрады. Егер сіздің телефоныңыз корпусы пластик болса, сіздің телефоныңыздың бағасы арзанырақ болады. Шыны болса, шыны пластикке қарағанда жақсырақ, беті сызылмайды, бірақ бұның да минусы бар. Егер сіздерде шыны покрытиясы болса, ол кішкене болсын қымбатырақ болады. Егер сізде корпусы темір болса, ол әрине беріктік. Ең жақсы плюсы қорғанысы берік болады, телефонға зақымдануы кішкене болсын қиынырақ болады. Бірақ тағы бір ол темірдің де өзінің минусы бар, краскалар түсіп қалады. Өзінің товарный видін темір тез жоғалтады. Краскасы түсіп қалуы мүмкін. Және де темірдің тағы бір өзім білетін минусы, егерде корпус темір болатын болса, батарейкасының әсіресе қыс кезінде батарейкасының тез отыруына бірден бір септігін тигізетін темір корпус. Және де қазіргі таңда көп қолданатын корпустардың бірі глянцевый мен матовый покрытиялар. Глянцевый покрытие мен матовый покрытиялардың айырмашылығын айта кетейін. Глянцевыйдың минусы көп. Яғни глянцевыйда сіздерде сырғанақ болады. Телефоныңыз сырғанақ болады біріншіден, екіншіден және де отпечаток пальца. Қолыңыздың саусақ іздерін көп өзіне қабылдайды, іздері қалып қоя береді. Глянцевыйдың минусы осыда, бірақ бағасы кішкене болсын арзанырақ матовыйға қарағанда. Бірақ матовыйдың бағасы қымбат, бір минусы, бірақ плюстары өте көп. Біріншіден сызылмайды, екіншіден саусақ іздері қалмайды. Мысалға міне қараңыздар, мынау матовый покрытие. iPhone 12 Pro мынау матовый покрытияда жасалынған. Apple компаниясы қазіргі таңда соңғы модельдерін шыны матовый покрытияда жасап жатыр, яғни керамик shell. Матовыйдың тағы бір плюсы товарный видін сақтауға жақсы. Сызылмағандықтан, отпечаток пальцаны қалдырмағандықтан өзінің өңін, реңін жақсы сақтап қалады. Одан кейін сіз оны сатуға бірден бір септігін тигізеді. Яғни қолданып кішкене қолданған ең сатып жібере аласыз. Түйін бұл жерде, егерде арзан вариант іздейтін болсаңыз, арзан вариантта пластик корпус таңдайсыз. Ал егерде қымбат вариантта маған жақсы корпус керек десеңіз, матовый покрытиядағы корпус алған дұрыс. Бірақ матовый кішкене болсын қымбатырақ. Екінші, бұл жерде біз қарайтынымыз IP68. Техникалық характеристикаларын қарау барысында телефон қарап қалған кезде байқайсыздар, IP68, 65, 64, 54 деп жазылып тұрады. Бұл не деген маған десеңіздер, IPS дегеніміз оның суға төзімділігі мен шаңға төзімділігін есептейтін көрсеткіш. Бұл қалай есептеледі? Егерде қазіргі таңда топ смартфон, топ флагмандардың IPS 68, ең жоғары IPS қазіргі таңда 68. Ол iPhone-дардың кім біледі соңғы модельдерінде, Samsung компаниясы, қандай да басқа бір компаниялардың соңғы модельдерінде IP68 стандарты орнатылуда. Ең төмен IPS ол 53. IPS ең төмен болса, ол жай ғана су шашырап қалса да істемей қалады. Ал IPS жоғары болса, суға төзімділігі де, піл, шаңға төзімділігі де әлде қайда жақсырақ болады. Мысалға IP68 болса, ол 2 метр төмендікте телефонды 30 минуттай судың астында жата алады. Бір сөзбен IPS бұл жерде телефонның шаң мен судан қорғанысының пайызы. Мұқият қараңыздар, бұғанда да әркім өзінің таңдау бойынша таңдай алады. IPS жоғары болған сайын тиісінше телефонның бағасы да қымбатырақ болады. Телефонның ішінде тағы үшінші қарастыратын жеріміз бұл дисплей. Қазіргі таңда енді барлығы қазір кішкентай телефон алғысы келеді. Дәу экран телефондар қазір модада емес, барлығы бір кішігірім компактный қолға ұсталынатын телефон алғысы келеді. Бірақ сонымен қоса экраны дәу болғанын қалайды. Қолға компактный, экран дәу. Бұл қалай деген? Мысалы, жай ғана 8 плюс пен iPhone 8 плюс пен iPhone 13-ті салыстырайық. Бұл жерде корпустары екеуінің пішіндері, сыртқы пішіндері бір-бірдей. Бірақ дисплейіне үңілетін болсақ, екеуінің дисплейі әртүрлі. 8 плюста дисплей 5.5 дюйм болса, ал iPhone 13 Pro'да
дисплейі 6,7 дюймді құрайды. Яғни iPhone 13-те әлде қайда дәурек, ал iPhone 8 Plus-та корпустары бірдей болса да дисплей кішіректеу. Барлық телефон шығарушы компаниялардың барлығы телефонды өзін кішірейтсе де дисплейін үлкейтіп жатыр. Өйткені адамдарға дисплей экраны маңыздырақ екен. Сонымен, дисплейдің ішіне тағы сіздермен саралайық, дисплей негізі қандай түрлерге бөлінеді. Характеристикасын өңделетін болсақ, дисплей 3 түрге бөлінеді. Қазіргі таңдағы 3 топ дисплейлар. Ол AMOLED, IPS, Super AMOLED. AMOLED пен Super AMOLEDтің айырмашылығы тек жиіліктерінде ғана, Super AMOLED кішкене болсын жақсырақ. Жұмыс істеу принциптарын айтып кетейін. AMOLED дисплей мен IPS дисплейдің айырмашылығы, AMOLED түсті анығырақ береді, яғни жарық көзін қатты жарық қылдырып береді AMOLED дисплей. IPS дисплей бір однотонный түсте, бір сұрғылт түсте однотонный болады да, бірақ контрастности жоғары болады IPS-тің. Бұл жерде айырмашылықтарына келетін болсақ, IPS-тің ешқандай зияны жоқ көзге, бірақ AMOLED дисплейдің әлемде 10% адамның көзіне зияны тигізуі мүмкін. Неге десеңіздер, AMOLED дисплей ол жыпылықтау арқылы жұмыс жасайды, моргание. Бүйтіп моргать етіп тұрады AMOLED дисплей. Кейбір адамдар оны байқамауы мүмкін, бірақ әлемде 10% адам сол AMOLED дисплейдің жыпылықтап тұрғанын байқайды екен. Егер сіздерде AMOLED дисплей болса және сен соны байқасаң, міндетті түрде комментарияға жазып кет. AMOLED дисплейдің минусы көзге зияндығы. Кейбір адамдар болады, AMOLED дисплейде көп отырса, менде ондай болған. AMOLEDте көп отыратын, мен iPhone 12 Pro-ның дисплейі AMOLED, мен бұрынғы телефонына қарағанда, осы телефонды алғаннан бастап, көзім шын мәнісінде ауыра бастады. Көп отыратын болсақ, өйткені бұл жарықты және де түстерді қанық қып бергендіктен сіздің көзіңізге әсер береді екен. Кері әсерін. Бірақ неге қазіргі таңда барлығы IPS-ті алып тастап, барлығы AMOLED-ке көшіп жатыр десеңіздер, AMOLED-тің плюсы бар, бір жирный плюсы бәрі таңдайтын. Ол батарейканы үнемдейді. Жыпылықтаулардың арқасында ол жыпылықтап тұрады. Егер сіз қара фонға қоятын болсаңыз, сіздерге лайфхак, AMOLED дисплей батарейкасы көпке шыдайтын болады. Яғни сіздерге қазір қара фонға қойсаңыздар, менюға, бүкіл жерге қара фонға қоятын болсаңыздар, ешқандай экраны жыпылықтамай тұрады да, қара фонда жыпылықтамай, ешқандай энергия құртпай тұрады. Яғни сіздерге лайфхак, егерде фон, меню барлық қара болса, сіздің батарейкаңыз көпке шыдайтын болады. Ол өзі IPS пен салыстыру барысында, IPS пен AMOLED дисплейді салыстыратын болсақ, IPS-ті неге қазір кейбір производительдер, өндірушілер алып тастап жатыр десеңіздер, барлығы қазір AMOLED болып кетті. AMOLED дисплей дей береді барлығы, өйткені ол батарейканы үнемдеуіне көмек береді. Мысалға ол IPS-та 64 сағатқа жетсе қолданбай, AMOLED дисплейде ол 75 сағатқа жетеді екен. Разницасы 5-10 сағатты құрайды. Сондықтан бүкіл өндіруші AMOLED дисплейді таңдайды. Ал жаңағы 10% адам көзіне жыпылықтайтындар қалай нетеді, соны түсінбедім. Қалай көреді? Бірақ сонда да егерде сіздер AMOLED дисплейді білмейтін болсаңыздар, дүкен сөрелеріне барып, мысалға телефон сататын жерлерге барып, шын мәнісінде AMOLED дисплейді ұстап көзіңізге көріңіз. Қалай сіздің көзіңізге жаға ма, жақпай ма? Сұраңыз, AMOLED дисплей болса, көзіңізге жақындатып, қолданып көріңіз. Егерде сіз жыпылықтауды, қандай да бір дефектілерді байқайтын болсаңыз, сізге AMOLED дисплей жақпайды деген сөз. Сондықтан сіз IPS дисплей алу қажетсіз. Төртінші бізде телефон таңдау барысында қарайтын мәселеміз герц. Техникалық характеристикасын білетін болсаңыздар, сіздерге герц жазылып тұрады, қанша герцтік телефон екені. Ең төмен герц ол 60-тан төмен, орташа ол 90. Қазіргі таңда жаңадан шығып жатқан телефондар, флагмандар 120 герцті құрайды. Герц неге жауап береді? Телефонның дисплейінің жиілігі картинканың қозғалуы соған әсерін тигізеді. Дисплей герц көп болса, телефонда жаңағы плавно қозғалу картинкалары өте керемет қозғалыста болады. Ал егер герц аз болса, бір ойындарды, бір салмағы бар, жақсы топ ойындарды ойнайтын болсаңыз, картинкалар қатып қалуы мүмкін. Ал егер герц көп болса, картинкасы плавно қозғалатын болады. Әдемі, тамаша. Бір сөзбен картинканың шапшаң қимылдауы мен интерфейстің қозғалуына әсерін тигізеді. Герц жаңа айтып кеттім, ойын ойнау барысында 90 герцтен жоғары герцтер ол жеткілікті. Ал егер сіз ойын ойнамайсыз, приложениялармен ғана қолданатын болсаңыз, сізге 60 герцтің өзі жеткілікті болады. Бірақ 60-тан төмен болса, телефонның қандай да бір видео көру барысында сіз қандай да бір видео ойын ойнау барысында дефектіні сразу байқайтын боласыз. Өйткені кейбір ойларында картинкалар қуып, персонажда қуып кететін болады. Және де тағы бір айта кететін жат, бұл герц
процессормен тығыз байланысты. Егер де сіздерде процессор мощный орнатылған болса, бір мықты процессор болса, гигагерці 120 деп жазылып тұрса, ол 120 герц ұстай алады. Ал егер де 120 герц деп жазылып тұр, бірақ процессор бір онша емес төмен процессор болса, ол 120 герц сізге көрсете алмайды. Өйткені әлі жетпейді, процессормен ол тығыз байланысты болғандықтан, ол 60 жаңа диапазонында 80-90 герцті ғана ұстап тұрады. Бірақ ол сізге байқалмауы мүмкін, бірақ шын мәнісінде тексеретін болсақ, ол солай. Герцтің жоғары болуы процессорге тығыз байланысты. Бір сөзбен процессор телефонның миы, жүрегі. Процессор бұл жерде не қандай қызмет атқарады десеңіз, телефонның тез жұмыс істеуіне обработка данных, обработка приложения барлығы осы процессордан өтеді. Егер сіз қазір дүкенге баратын болсаңыз, смартфон сататын дүкендерге барсаңыз, сізге осы процессорларды айтатын болады. Exynos, Snapdragon, Mediatek, Bionic. Осылар топ процессорлар. Exynos бұл Samsung компаниясының өзінің процессор, көбінесе Samsung компанияларында қолданады. Snapdragon дегеніміз ақш компаниясының процессоры, өте бір беделді топ процессорлардың бірі. Exynos процессорына тоқталатын болсақ, бұл жерде егер де сіз ойын ойнайтын болсаңыз, бұл процессоры сізге мүлдем алып тастаңыз списоктан. Exynos процессоры сіз ойын ойнайтын бір мощный телефон алғыңыз келсе, Exynos процессор сізге керек емес. Біріншіден ол тез қызиды, екіншіден ол қатты ойындарды көтере алмайды, шығып кете беретін болады. Ал егер де сіз ойын телефон іздесеңіз, сізге Snapdragon процессорын алу керек. Бұл ақш процессоры өте ярдтары өте жоғары және модульдары сапалы болып келеді. Сондықтан олар қызбайды. Ойын ойнау барысында сізге оп-оңай шыдап бере алады. Mediatekке келетін болсақ, бұл Snapdragon мен жаңағы Exynos-тың ортасында тең-бе-тең, алуға да орташа бағада телефон іздесеңіздер, Mediatek процессормен алуға болады. Соңғы модельдер әсіресе Mediatek'тің жақсы шығарылып жатыр. Ал Bionic процессорына келетін болсақ, оны барлық білет деген ойдан, Bionic ол өзінің Apple компаниясының Apple телефондарына салынатын процессоры. Жақсы, оп-оңай интерфейстарды шапшаң көтеретін процессорлардың бірі. Сіздерге қазір список көрсететін болам. Процессорлардың, бұл жерде процессорлар бюджетный вариант, арзан бағадағы процессорлар. Орташа бағадағы процессорлар. Сонымен қоса ең қымбат топ процессорларды сіздерге көрсетіп кеттім. Осы списоктарды скриншот жасап, жаттап алсаңыздар болады. Біздің каналға жазылуды ұмытпа. Телеграм, ТИК ТОК, бүкіл жерге бізге жазылып кетті. Ссылка видеоның астында. Қарау керек, 6-шы орынға келдік. Бұл жерде озу, оперативный память. Бұл жерде процессорда ғана маңызды емес, бұл жерде оперативный память бірінен соң бірі маңызды. Оперативный память қысқаша бір интерфейста қаншама приложенияларды бірдей ашуы. Мысалға сіздер вкладкада ашып қойсыздар қаншама приложения. Бір мезетте WhatsApp, Telegram, ТИК ТОК, тағы да басқа да приложенияларды, ойындарды ашып қойсаңыз, қаншама вкладкалар тұрады. Соның біріне тез көшуі, тез көшіп, WhatsApp-тан тез көшіп Facebookқа, одан кейін Instagramда осылай тез көшуі, приложениялардан бірінен соң бірі көшіп, және оны сақтап қалу, жаңа кіріп қалсаңыз, қайттан жаңадан басталмайды, соған сіз басып қойдыңыз ғой, печатать дегенді. Соны сақтап қалатын болса, оперативный память жақсы болса, бұл оп-оңай істелінеді тез, және де оперативный үлкен көбірек болса, интерфейс тез қимылдауына әсерін тигізеді. Ал егер де оперативный память төмен болса, сіз бір дегенде Facebook, Instagram, WhatsApp бәрін ашатын болсаңыз, сіздің телефоныңыз біріншіден қуып кетеді, және екіншіден ішіндегі жадыларын, данныйларын сақтай алмайды, обрабатывать ете алмай қалады. Ол төмен болғандықтан оперативный память үлгермейді. Орташа есеппен, егер де сіздер оперативный память жақсы смартфон іздейтін болсаңыздар, ол оперативный память 3-тен жоғары болуы керек. Apple компаниясында оперативный память қойылса, ол өзгермейді, ал Samsung және басқа да компанияларда ішкі жады үлкен болған сайын, сіздер айтасыздар, 64 гигабайт, 128 гигабайт, 256 гигабайт, 512 гигабайт, 1 терабайт десеңіздер, ол ішкі жады памяті. Бұны шатастырмаңыздар, оперативный память бөлек. Оперативный памяті 3-тен жоғары болуы қажет. 4 болса, 6 болса, тіпті жақсы, көп болса, артық етпейді. Оперативный память 12 болса, 6 болса, ол өте керемет деген сөз. Бірақ оған байланысты бағасы да оған өсетін болады. Бірақ орташа есеппен қазіргі таңда оперативный память 3-тен немесе 4-тен жоғары болуы қажет. Қысқаша тағы да түсіндіре кетейін, оперативный память дегеніміз бір мезетте қанша приложениемен қолдана алатынның рейтингін көрсетеді. Шапшаңдығын, приложениялардан приложенияларға тез көшуін.
түсінікті деген ойдамын. Ал енді ішкі жадына үңілетін болсақ, бұл жерде ішкі жады оперативный память емес, енді өзінің памяті бұл жерде 64, 128, жана 256, 512, 1 терабайт деген сияқты 1 терабайт деген сияқты памяттар. Адамдар бір-бірімен сөйлесу барысында енді көп адам соны ғана сұрайды. Сен қанша гигабайт қанша деп? 64 гигабайт қанша? 128 соны ғана жаттап алған. Енді сіздер бұны білесіздер деген ойдамын. Не үшін екен? Бұл жерде сіздің фото, видео, қандай да файлдарыңызды, тағы да басқа посторонний приложенияларды, ойындарды сақтауға бір жеке жады болып саналады. Орташа есеппен қазіргі таңдағы телефондарға 64 гигабайттық ішкі жады жеткілікті. iPhone смартфондарына 128 гигабайттан жоғары алу қажет деген ойдамын. Ал енді біз достар камераға да жеттік. Камера. Нағыз керек зат. Барлығы сұрайтын телефон қандай жақсы камерасы бар, телефонды қалай таңдаймын? Міне осы темаға да жеттік. Кім жетті? Міне мен камераға шейін көріп жатырмын деп міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздерші, қаншадан көрді көрейік. Міне камераны қалай таңдау керегін көрсететін боламыз. Камера жайлы айтпастан бұрын сразу айта кетейін, мегапиксель жақсы болса камераны сапалы түсіреді деген ол өтірік. Сенбеңіздер, сразу айтайын. Егер де мегапиксель, мысалға жай iPhone алатын болсақ, iPhone мен Samsung алайық. iPhone мына жерде мегапиксель 12 мегапиксель, ал мына жерде iPhone-ға 64 мегапиксель. Бірақ екеуінің сапасын қарасаңыздар, 12 мегапиксель және 64 мегапиксель әлде қайда даже бір 100 есе әдемірек, күштірек болады. Бұл жерде сіздерге айтарым, тек қана мегапиксель ғана шешпейді. Сіздерге айтсам 128 мегапикселдік, 64 мегапикселдік деп сіздерге сатып алу барысында консультанттар айта беретін болса, сіз оған еріп кетпеңіздер. Біз оның сапасы қайдан жақсы екенін қайдан білеміз десеңіздер, ішкі жады модуліне білесіздер. Егер де модуль үлкен болатын болса, және де модулі сапалы болатын болса, мегапикселі маңызды рөл атқармайды. Бұл жерде модулі дәу болғандықтан, жарық көзі көп түскендіктен фотоға сапасын беру әлде қайда жақсырақ болады. Ал егер де модулі кішкентай болып, мегапикселі көп болатын болса, жарық көзі аз түсіп сізге жаман картинка береді. Мегапикселі көп болса да. Өздеріңіз жай ғана салыстырып қараңыздар, iPhone-ның бұрынғы iPhone 8 Plus-тың камерасын қарап көріңіздер, сонымен қоса iPhone 13 қазір жаңадан шыққан Pro Max-тың камерасын қараңыздар. Разницасын байқап тұрсыздар ма? iPhone 13 Pro-да әлде қайда камерасы дәуірек болып кеткен. Өйткені ішіндегі модулі дәу, жарық көз қабылдаушы дәу, және де сапалы камера орнатқан. Ал iPhone 8 Plus-та модулі кішкентай, сонымен қоса мегапикселді кішкентай болуы, сонымен қоса ішіндегі модульда жарық көзін аз қабылдайды. Бұл жерде мегапикселі ғана емес, ішіндегі сапалы ма модулі жарық көзін қаншалықты қабылдайды, осыған мән берген жөн. Тағы бір камераға сүйенетін болсақ, камерасы көп болса, ол сразу ойланбай алатын телефон емес. Сондықтан сіздерге дүкендерге барған кезде консультанттар сіздерге мынаның 4 камерасы бар, мынаның 5 камерасы бар, ана камера микро камера, ультраширик деп сіздерге тыға беретін болса, сіздер оған камерасына мән бермеңіздер. Камерасы 4 камера, 5 камералық телефондар камерасы көп болған сайын, ол жақсы телефон деген сөз емес. Әртүрлі камералар не үшін жауап береді, қысқаша түсіндіріп кетейін. Бұл жерде телевик және ультраширик болып бөлінеді. Телевик дегеніміз жаңа портретіне артқы фон размыты қылдырып түсіруге арналған болса, ультраширик дегеніміз фонның бәрін алуға былай. Мысалға бір объектіні жан-жағындағы объекттер сыймай қалса, үлкен фонда алу болып саналады. Бұл ультраширик. Және де жаңағы 3 камера, мысалға 3 камера тұрса телефонда, оның қызметі неде десеңіз, адамдарды бүйтіп жақындатасыз ғой, сіз жақындатқан кезде әр камераға көшіп отыратын болады. Мысалға 0.1 ол мына камера болса, 0.5 ол мына камера, жақындату камерасы астындағы камерасы. Сол сіз жақындатқан кезде бүйтіп камераға көшіп отыратын болады, 3 камераға. Сол үшін камераға көшкен кезде сапасын жоғалтпас үшін олар 3 камера орнатқан. Жақындау барысында сапасын жоғалтпайтындай қылдыру үшін. Енді 8-ші біз қарастыратын телефон таңдау барысында мән беретін жағдай бұл миллиампер. Миллиампер дегеніміз не үшін өлшенеді десеңіз, телефонның жұмыс істеу уақытын көрсетіп береді. Егер де миллиампер қазір орташа есеппен қазіргі таңда 3500 миллиамперден жоғарғы батарейкасының сыйымдылығы бар телефон таңдау қажет. Өйткені бұл өте маңызды. Сіздерге жұмыс істеу барысында, егер де сіздер 4000-5000 миллиампер болатын болса, сізге күні бойы қолдану барысында сотка телефон сізге оп-оңай шыдап беретін болады. Сіз Инстаграмға ойын ойнасаңыз да, камераға видеоға түсірсеңіз де, видеоға түсіру өте көп батарейка алады айтпақшы.
фотоға видео түсіру барысында сізге телефон таңертеңнен кешке шейін шыдап бере алады. Ал егер сіздерде 2,5 миллиампер ғана болатын болса, сіз телефонды қосып енді инстаграмға келетін болсаңыздар, 1-2 сағаттан кейін өшіп қалуы мүмкін. Сондықтан сыйымдылыққа мән берген жөн. Орташа есеппен қазіргі таңда 3500-ден жоғарыға алу қажет. Және жаңа алда айтып кеткендей, IPS пен AMOLED алатын болсақ, IPS азға шыдайды, AMOLED бар дисплей телефон көпке шыдайтын болады. Өйткені AMOLED дисплей үнемдірек IPS-ке қарағанда. Сондықтан бұл жерде дисплейға да мән берген жөн. Егер сіздер дисплей HD форматта 6 дюймді құраса дисплейіңіз, онда сізге 4000 миллиамперлік батарейка қажет болады. Яғни бұл жерде миллиампер 4000 миллиампер болып, басқа телефонда да 4000 миллиампер, екі жақта да 4000 миллиамперлік телефон салыстыратын болсақ, екеуі екі түрлі уақытқа шейін жұмыс істеуі мүмкін. Неге десеңіздер, дисплейі, процессоры, ішіндегі жадылары бәрі бір-бірімен байланысты болғандықтан, сапалары жақсы болса, көпке шыдайды, сапасы төмен болса, азға шыдайды. Сондықтан бәрі бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан, миллиамперінің көп болуы да кейде көмегін тигізбей қалады. Жай ғана Xiaomi компаниясының 5 миллиамперлік батарейкасы мен АЙФОНның батарейкасын салыстыратын болсақ, миллиампермен қазір жаңадан шығып жатқан 12 Pro, 13 Pro-лардың салыстыратын болсақ, әлде қайда 13 Pro-да 3500 миллиампер ғана болса, анда 4500, 5000 миллиампер болса, салыстыратын болсақ, АЙФОНдікі әлде қайда бір жақсы сапада сізге шыдап бере алады. Өйткені ол жерде сапалы түрде процессор, дисплей орнатылғандықтан, миллиампері сағат жұмыс істеу, сағаты кішкене болсын көбірек болып шығады. Осыған да мән беріңіз. Сонымен қоса ватт, және де зарядкалау барысында сұраңыздар, зарядка беруі қанша ваттта қабылдай алады деп. Орташа есеппен ең төмені 5 ватт, 5 ваттық қабылдай алады. Орташа 10 ватт, ең күшті дегені 15 ваттан жоғары, 15, 20, 24, 30 ваттық. Бұл ватт неге жауап береді? Батарейкасының тоқ көзін тез алуына. Бірақ ватт көп болған жағдайда телефонмен қолданбаңыздар. Мысалы, сіз 30 ваттық телефон алдыңыз, өте керемет. Тығасыз зарядкаға, сізге 30 минутта полный зарядка қылдырып береді 100%. Бірақ ол 30 ваттық қоятын болсаңыз, телефонмен қолданбаған абзал. Телефон қатты қызиды, сонымен қоса қолдану барысында телефон жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан телефонға 30 минут заряд алуына мұрша беріңіздер. Егерде 20 ватт болса да, ол да тез зарядка береді. 10 дегеніміз орташа, қазіргі таңда 5 дегеніміз қазір сирек кездеседі. 10 бұл жерде стандарт. 10 десе, орташа есеппен қазір күнделікті зарядка беріп жүргендей болады. 9-шы қарайтын ішіне үңілетін затқа да келдік. Бұл жерде NFC. Барлық айтады, мен смартфонда NFC бар, NFC, бірақ не үшін екенін көбісі біле бермейді. Бұл электронный карта десем болады. Яғни сіз банк картасын өзіңізбен тасып жүрмес үшін барлығы сіздің смартфоныңызда болады. Телефонмен төлейсіз, оплата барлығын, ақша төлеу барысын, транзакция бәрін телефонмен жасайсыз. Бұл өте керемет. Бізде Қазақстанда әлі қатты дамымаған, бірақ 2-3-4 жылда барлығы NFC-ға көшеді деген ойдамын. Өйткені ақш елінде қазіргі таңда барлығы NFC-ға көшуде. Неге? Несі плюс десеңіздер, өзіңізбен карта тасып жүрмейсіз, қалтаңызға ешқандай артық заттар салмайсыз, картаңызды жоғалтып алмайсыз. Барлығы сіздің смартфоныңызда жай ғана өткізе саласыз терминалдан. Оплата жасалынады. Бір сөзбен сымсыз телефон арқылы оплата жасау болып саналады. 10-шы, бұл да өте маңызды. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Телефонда қанша жыл гарантиясы бар, сонымен қоса оригинал ма, оригинал емес пе екенін тексеру. Телефонның барлық жерін қарап шыққаннан кейін ең артында оның оригинал ма, гарантиясы бар ма тексеру қажет. Коробканың артында серийный номер болады, сайтқа кіріп әр производительдің өзінен тексере аласыз. Мысалға, Apple компаниясының тексеру үшін Apple компаниясы сайтына өтеміз. Ссылканы видеоның астында қалдырам. Серийный номеріңізді жазасыз, және де 2 птичка тұруы қажет. 2 жасыл птичка. Біріншісі сол гарантиясы, біріншісі сол оригинал екені, екіншісі сол гарантиясы болып саналады. Егерде екеуінде қызыл болатын болса, сіздің смартфоныңыз оригинал емес деген сөз. Сонымен қоса, производитель коробканың ішінде стандарттар болады. Өзі сол стандарттарға қарай сүйене отырып, телефонның оригинал емес екенін білуге болады. Сондықтан достар, бұл өте маңызды. Оригинал гарантияны міндетті түрде сұраңыздар. Мен достар, осы 10 пункт арқылы, осы 10 кеңес арқылы сіздер өзіңізге шын мәнісінде керек смартфонды таба аласыздар. Ойынға болса ойынға, жай қолдануға болса жай қолдануға, күнделікті қолдануға, енді өзіңізге қажет, өзіңіздің ойыңыздағы топ смартфонды таба аласыз деген ойдамын.
видеоны аяғына шейін көрсең, рахмет достым, міндетті түрде комментарияға жазып кет, мен аяғына шейін көрдім деп. Қанша адам көреді екен, бақылайық, көрейік. Біздің басқа да әлеуметтік желілерге жазылуды ұмытпа. Қоштаспаймыз, өйткені біз интернеттеміз. Сәттілік достым.